Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін осылай қытырлап тұратын қатпарлы самса жасаймыз. Ол үшін бізге керегі жылы су және тұз. Тұзды ерігенше жақсылап араластырып алыңыздар. Сосын ұнды електен өткізіп қосамыз. Қанша керек екенін описанияға жазып кететін боламын. Ұнды аз мөлшерде қосып отырып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз бірақ қатты жұмсақ емес, қатты емес болсын. Орташа жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз дайын. Енді салмасына кірісеміз. Мен картошка, пияз, сәбізді ашып дайындап қойдым. Енді осыларды турап блендердің көмегімен турап алдым. Тұз қосасыздар. Салмамыз дайын. Енді қамырға кірісеміз. Қамырымызды алып, видеода көрсетілгендей бөлеміз. Мен 8 бөлікке бөлдім. Бәрін бірдей етіп 8 бөлікке бөлеміз. Домалақтаймыз. Бұл дайын болған қамырды тағы да июін қандырып 5 минутқа қоямыз. Қамырымызды алып осылай жаямыз. Жұқа етіп жайыңыздар. Ұн сеуіп отырып жұқа қылып жаямыз. Мен 4 қамырды бірдей жайып алдым. Осылай жайып алып, ортасына майды жағамыз. Әр қамырдың ортасына май жағасыздар. Мен 4 қамырды біріктіріп үстіне қойдым. Қалған 4-еуін тура солай біріктіріп жасадым. Осылай май жағып үстіне қойып, келесі қамырды оған да май жағып, 4 қамырды осылай біріктіресіздер. Сосын видеода көрсетілгендей ораймыз. Видеодағыдай орап болғаннан кейін кесіп, морозилькке 15-20 минутқа қоямыз. Сосын алып жайып жасай береміз. Самса жасай бересіздер. Әркімнің морозилігі әртүрлі қатырады, сондықтан сәл қату керек самса. Жайғанда майы кедергі болмас үшін. Осылай бәрін жайып алып, ортасына салмасын саламыз. Менде бір қамырымнан 15 штук шықты. 2 қамырдан 30 штук шығады. Самсамыздың бәрін осылай дайындап алып, бетіне жұмыртқаның сарысын жағамыз. Күнжітпен, макпен сәндесеңіздер болады. Әркім қалауынша. Мен күнжіт мак сеппедім, себебі қыздарым ұнатпайды. Сіздер үйлеріңізде күнжіт макты ұнататын болса, сепсеңіздер болады. Осылай бәріне жағып, қызып тұрған пеште 220 градуста 20-15 минут пісіріп аламыз. Самсамыз дайын, баршаңызға ас болсын.
Менің рецептімен жасап көріңіздер. Менімен болғандарыңыз үшін үлкен рахмет.